2024 жылға дейін мемлекеттік қызметкерлер мен ұлттық компаниялардағы жұмысшылар саны 25%-ке, яғни 4-тен 1-не қысқартылатын болды. Бұл процесс 2020 жылдан басталады, деді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің Қазақстан халқына жолдауында. Президент тиімсіз кадрлерді қысқартып, одан үнемделген қаржыны пайдалы қызметкерлерді материалдық тұрғыдан ынталандыруға бағыттау керек деді. Саясаттанушы Нұрлан Сейдін бұл дұрыс шешім деген пікірді ұстанып отыр. Мемлекеттік қызметкерлердің санын қысқарту, менің ойымша, бұл өте маңызды іс-шаралардың бірі деп айтсақ болады. Өйткені бізде қазіргі кезде мынау технологиялардың даму арқылы біз көп жағдайда мемлекеттік қызметтің, мемлекеттік органдарының жұмысын жеңілдетуге, оны жаңа деңгейге шығаруға мүмкіндік алып отырмыз. Осы мемлекеттік қызметкерлердің санын қысқарту арқылы олардан үнемделген қаржыны басқа да бір бағытқа, басқа да бір мемлекеттің әлеуметтік жобаларға жұмсақ болады.